15-ші есеп. Абылай аялдамада автобусқа мінгенде онымен бірге санағанда 34 жолаушы болды. Келесі аялдамада 6 адам шықты және 9 адам мінді. Одан келесі аялдамада Абылай 12 жолаушымен бірге түскенде жаңа 5 жолаушы мінді. Енді автобуста неше жолаушы бар? Біз былай қарайық, бізде барлығы 34 жолаушы болды. Және бірінші аялдамада 6 адам шықты, демек минус 6 адам шықты, 9 адам мінді, плюс 9 адам. Және келесі аялдамада Абылай 12 жолаушымен бірге түскенде, яғни Абылай және 12 жолаушы, демек 13 адам түсті. 13 адам түсті және жаңадан 5 жолаушы мінді. Сонда енді автобуста неше жолаушы бар дейді. Енді осы амалдарды орындайық. 34-тен бірінші амал, 34-тен азайтамыз 6-ны және оған қосамыз 9-ды. Басында 34 адам болды, одан 6 адам түсті және 9 адам мінді, осыны есептейік. Бұл бізге 37-ні береді. Демек, келесі аялдамаға дейін бізде 37 адам болған. Енді келесі аялдамада осы 37 адамның 13-і түсті және 5-і мінді. Осыны есептейік. 37-ден 13-ті азайтсақ, ол бізге 24-ті береді. 24-ке 5-ті қосамыз, 29. Демек, автобуста 29 жолаушы бар. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.